Сәлем достар, сіздермен бірге 2 минутта дайындалатын салатты жасаймыз. Алдымен бізге қияр керек, пісірілген жұмыртқа, укроп, майонез керек болады. Қиярымызды осылай тураймыз. Дәл видеодағыдай. Ыдысымызға саламыз. Содан соң жұмыртқамызды дәл видеода көрсетілгендей әдемілеп жақсылап тураймыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Содан соң укробымызды жақсылап майдалап тураймыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Содан соң майонезді саламыз. Майонез өздеріңіздің қалауыңызша сала бересіз. Негізі аз салған жақсы. Осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұргүл. Назарларыңызға